Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қызыл ірімшіктің дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналға тіркеліп қойдым, ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай астық қалың ыдысымызға немесе қазанымызға 2-3 литрлі сүтімізді құятын боламыз. Өз қалауыңыз бойынша 3-4 литрге дейін құйып жасасаңыздар болады. Міне осылай сүтімізді құйып болғаннан соң газымызға орналастырып, ең қатты жылдамдыққа қойып, қақпағын жауып, кішкене қайнайын дегенше ұстайтын боламыз. Қайнауға жақын қалған кезде айранымызды құятын боламыз. Айранымыз мейлінше қоспасыз, табиғиға жақын болуы керек. Және де қол айраны пайдалансаңыздар өте керемет болып шығады. Менде нағыз айраны қоспасыз айран. Менде сүт 3 литр болғандықтан мен 300 грамм айран құйып алдым. Ал егер айрандарыңыз ащы болса, 2 литр сүтке 100 грамм айран құйсаңыздар болады. Міне осылай араластырып алатын боламыз. Кішкене ғана қайнаған сәтін күтеміз. Уақыт өткеннен соң біздің сүтіміз бен айранымыз реакцияға түсіп іри бастайтын болады. Міне осылай, егер ірімей жатса, тағы да айран қосып жүрсеңіздер болады. Енді қақпағын жауып 2 сағатқа ірімшіктерімізді қайнататын боламыз. Міне 2 сағат өткеннен соң біздің ірімшіктеріміз сары түске ене бастады. 2 сағаттың осы бірінші сағатында қатты қайнаттым, ал кейіннен жай жылдамдықта қайнататын боламыз. Және де қайнап жатқан кезде қазанымыздың бетін жабық тұруы керек. Сол уақытта осы қатты қызуымен сарғаятын болады ірімшіктеріміз. Енді үстінен шекерімізді салатын боламыз. Менде 100 грамм шекер, ал егер сіздер тәттіні ұнатпасаңыздар, мүлдем салмасаңыздар болады. Ал егер тәттіні жақсы көретін болсаңыздар, 200 граммдай етіп салсаңыздар болады. Міне осылай араластырып болғаннан соң бетін жауып, 1,5 сағатқа немесе 1 сағатқа бетін жауып бұқтыратын боламыз. Міне біздің ірімшіктеріміз қызыл түске еніп пісіп шықты толығымен. Енді осы ірімшіктерімізді жаңағы шолпымен немесе кепсірмен сүзіп алатын боламыз. Әр жерде әртүрлі айтылатын болғандықтан бізде шолпы деп айтылады. Міне осылай толығымен кішкене ғана суын сырғытып, осылай алдын ала орамалға немесе марлаға сүзіп алсаңыздар болады. Міне осылай орамалымызға салып, толығымен суын сырғытып, және ары қарай кептіріп алатын боламыз. Міне толығымен барлығын салып болдық. Енді қолымызбен орамалдарымызды жинақтап, осылай орап алатын боламыз домалақтап. Және ақырындап қысып, суымызды кішкене сорғытамыз. Байқаңыздар, кішкене ыстық болады қолмен ұсталған кезде. Міне осылай қысыңқырап, кішкене суын сырғытып алатын боламыз. Әрі қарай осылай қолымызбен нығыздап сығып болғаннан соң, кішкене ғана суы шыққаннан соң, тостағымыздағы суымызды төгіп тастайтын боламыз. Және де қайта тостағымызды алып, шолпыға немесе осындай мен секілді ыдысқа қойып, ірімшіктерімізді нығыздап осылай дөңгелетіп алатын боламыз. Және де осының үстінен кішкене ғана тарелкемен басып қоятын боламыз. Міне осылай тарелкемізді қойып, үстінен ауыр затпен басып қоятын боламыз. Осындай мен 5 литрлі суға үстінен суды құйып, басып қойдым. Және де мен бір түнге қалдырып қойдым дәл осылай. Міне біздің түнде қойып қойған ірімшіктеріміз жақсылап кеуіпті, артық сулары кетіп, өзінің формасын жақсы ұстап тұр екен. Міне өзіңіздің қалауыңыз бойынша енді әрі қарай 4 бұрыштылап үлкенірек немесе кішірек етіп кесіп алсаңыздар болады. Міне менің ірімшіктерім кескен кезде толығымен өзінің формасын жақсы ұстап тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Әсіресе менің балаларыма қатты ұнады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осымен үй жағдайында дайындалатын ірімшіктеріміз дайын болды. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Және де лайк басып пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Күлбану. Қош сау болыңыздар.